Ой, сейчас. Допустим, сейчас чуть-чуть қалыңдатайық. 1 минут. Амина eats cats. Амина мысық жейді, иә? И мен Аминаның мысық жемегенін қалаймын, иә? То есть мен айтамын, I wish Амина didn't eat cats. Вот, мен қаламаймын. Ал енді мынандай ситуация болса ше. Алихан doesn't eat KFC. Алихан KFC жемейді. И мен Алиханның KFC жегенін қалаймын, иә? Сонда мен наоборот нәрсе қалаймын ғой. I wish he ate, өткен жаққа қойымыз, KFC деген сияқты. Түсінікті, иә? Ары қарай, бізде өткен жаққа болымсыз нәрсеге, өткенге өкініш, иә? Өткенге. Ол кезде біз не қолдандық? Past perfect қолдандық, дұрыс па? Допустим, мынандай мысал болсын. Тоғжан had terrible dream yesterday. Кеше ужасный түс көрді, иә? Nightmare дей салайықшы. Қысқаша. So a nightmare, иә? Тоғжанға, короче, ужастик енді кошмар кірді. Мен Тоғжанның түсіне кошмар кіргенін қалаймын деп. Мен Тоғжанның түсіне кошмар кірмегенін қалаймын. Сонда бұл, видите, өткен шақта ғой. То есть бұрынғы нәрсе, иә? Сонда I wish уже просто біреудің аккаунты деймін. Да все уже. I wish Тоғжан hadn't seen a nightmare. Осы сияқты, иә? Қазір нормально болып тұр ма? Или барлығында қатып жатыр ма? Нормально ма қазір? 1, 2, 3. Вроде менде қатып тұрған жоқ. Или чуть-чуть қатып тұр ма? Так, минуточку. Ё-моё. Вроде менде интернет нормальный. Не үшін ондай болып тұр екен? Сейчас, подождите. Все лишнее уберем. Так, қазір нормально ма? Қазір дауысым барлығы нормально естіліп тұр ма? Хорошо. Мне кажется, қазір уже норм, иә? Сонымен біздегі өткен шаққа өкінішіміз, иә? И последний, бізде типа қайталау. Так, ручка қайда? Кім ручканы көріп тұр мына жерде? Вот. И последний болашақта, иә? Онда біз не қолданамыз? Would және етістіктің бірінші формасы. Енді қарайық. Давайте біз енді осы бойынша жаттығулар орындайық. Мен сіздерге үйге берген тапсырма бойынша қандай сөйлемдер бердім мен сіздерге үйге? Так, бізде iPhone ой. Subjunctive mood. Такие вот, что когда last week дейді. Бізде, так. Хорошо, жарайды. Давайте біз бірінші үй жұмысымен жұмыс жасайық, иә? Әлі бастамаңыз дей ма?
Мені қатып тұрған жоқпын ғой, нормально естіліп тұр ғой, иә? Егер нормально болса, плюсик жіберіңіздер. Если не нормально болса, қатып тұрсыз деп айтыңыздар. Бәрі жақсы көрініп тұр, окей. Енді қарайық. Бізде екінші сөйлем не дейді? Екінші сөйлемде бізде last week деп тұр. Дұрыс па? Енді қарайық. Now he hasn't got enough money. То есть ол бұл кітапты өткен аптада сатып алғанын қалайды. Блин, қалай мен қатып жатырмын? Плюсик деп жатыр ғой адамдар. Так. Может, мен қатып жатқан адамдар, сіздер өздеріңіздің интернет-перлеріңізді тексеріп алсаңыздар, хотя бірнеше адамда олай болғаны тоже дұрыс емес қой. Я нормально деп тұр барлығын. Да, окей. Шығып қайтадан кіріңіздерші, если что, я. Сонда қараңыздар, мына жерде не дейді? Last week, то есть өткен шақты. Яғни ол өткенде бұны сатып алғанына өкінеді. И ол айтады, то есть сатып алмағанда, я. И айтады, блин, надо было купить эту книгу, дейді, я. Сонда біз, так как бұл last week деп тұр, значит, ол өткен нәрсеге өкініп тұр ғой, я. Сол үшін he had bought болады. Кеттік, үшіншісі. If only older, I could have a driving license. То есть ол қазір айтып тұр ғой, блин, мен қазір типа жасым үлкенірек болса ғой, менде не болатын еді деп, права болатын еді. То есть if only I were older деп тұр, я? Келесі, I wish I remember where that book is. То есть бұл кітаптың қай жерде екен мен қазір есімде болса ғой деп, я? Сонда бізде I wish I could remember, яғни есіме салсам ғой деген сияқты. Я could remember it демейсіз, потому что couldтан кейін it'стік бірінші формасы тұрады. Кез келген modal verbстан кейін it'стік бірінші формада болады. Кеттік ары қарай. Tony wishes he to Paris with his brother, but he has to work, yeah? То есть қараңыздар, he has to work, это ол қазір ол жұмыс жасау керек дейді, yeah? Енді ол айтады, блин, вот мен барсам ғой, то есть ағасымен барса ғой деп тұр да. Сонда ол айтады, Tony wishes he went to Paris with his brother, but he has to work. Ол қазіргі жағдайдың жаман. Мысалы, мен де қазір сіздермен онлайн сабақта отырмын да, на самом деле где-то Мальдивада жатсам ғой деп отырмын ғой. Сол сияқты. Ары қарай. If only the dog, the tickets, now we can't go to the show. То есть, блин, ит билеттерді жеп қоймағанда ғой, біз қазір шоуға бара алмай жатырмыз дейді. Түсінбедім, апай сөздерді қалай қойып жатырсыз? Past perfect тема дейді. Не айтқыңыз келіп жатыр? Вы қойдыңыз. Аха, я дұрыс, past simple ғой. Қазіргі өкініш, значит past simple. Ал мына жерде қараңыздар, ит уже жеп қойды билетті. И қазір біз кіре алмай жатырмыз. И ит жеп қойды, бұрында жеп қойды ғой. Значит, біз ит бұрында билеттерді жеп қойды, и сол кезде жеп қоймағандағы. То есть біз өткен шаққа өкініп жатырмыз. Сонда if only the dog hadn't eaten болады. Past perfect. Я? Молодцы. Кеттік. Мына жерде if only I made a mistake yesterday деп тұр. Yesterday, яғни өткен шақ, опять же, өткен шақтағы өкінішіміз, я? А значит, бізде if only I hadn't made болады. Дұрыс па? Я, modal verbs'ті енді өтеміз. Бәлкім келесі сабақта өтеміз уже. 8-де не дейді? I wish this box not be so heavy. I can't lift it. Я. То есть мен қазір коробканы көтеріп келе жатырмын да. Блин, неге ол сондай ауыр? Ауыр болмаса ғой, мен оны көтере алмаймын деп тұр. То есть ол қазір болып жатқан нәрсе ғой. И значит, ол айтады, блин, ол ондай ауыр болмаса ғой деп. И бидің орнына біз to be-ді қоямыз, иә? Is or was worried. Жоқ, бүгін біз тақырып өтпейміз, бүгін осы бойынша жұмыс жасаймыз. Себебі өте көп оқушыларда проблема болып жатыр осы бойынша. The box weren't. Past simple, потому что біз қазіргі жағдайдың басқаша болғанын қалаймыз. Окей?
We wish with the gate open. Now the dog has escaped. Escape это убежать. Я? Ит қашып кетті. И айтам, блин, gate это у нас что? Ворота. Я? Воротаны ашық қалдырып кетпеу керек еді. Әйтпесе, ит қашып кетті, значит біз өткен нәрсеге өкініп жатырмыз. We've-тің үшінші формасы қандай? We've, left. Я, значит we hadn't left болады. Кеттік 10-ға қарайық. Конспект жазбай қойыңдар. Бүгін біз чисто жаттығу жасаймыз ғой. Paula wishes she more time for gardening, but she hasn't. То есть қазір менің ешқандай уақытым жоқ, но қазір менің егер уақытым болса ғой деген сияқты. Мына жерде біз екі вариантты жасасақ болады. Біз мына жерде өткен шақты қойсақ болады, потому что қазіргі жағдайдың басқаша болғанын қалаймыз. Я? Paula wishes she had more time for gardening. А еще біз would have-ты да қойсақ негізі болады. Потому что ол болашақта бұл жағдайдың өзгергенін қалайды ғой, болашақта оның көбірек уақыты болған. Так что, в принципе, екеуі де келе береді. Кеттік. Mrs. Brown wishes she wrote the letters yesterday. Yesterday деп тұр, уже айтып тұр. Мен сіздерге айттым ғой, тест болған кезде today, now болса біз past simple, yesterday деген болса past perfect. Значит, she had written болады. Кеттік ары қарай. I wish I hadn't eaten too many cakes. Mr. Charles is not good looking. Ол айтады, I wish I were good looking. То есть он не очень хорошо выглядит, такой, блин, вот бы я хорошо выглядел дейді. Сөздің мағынасына қарау керек. Сөздің мағынасына айтушының не айтқысы келетініне қарай ғой, бұл видите, өзгеріп тұрады да әртүрлі кезде. Ары қарай. Elizabeth broke her leg. Қараңыздар, broke деп тұр. Past simple'да тұр ғой, значит, бұрын сындырып алды, значит, біз нені қоямыз? Past perfect'ті қоямыз. Сонда, ол айтады, I wish I hadn't, молодцы, hadn't broken my leg дейді. Бүгін караокемен өлең айтқыларыңыз келе ма? Бірге бір өлең айтайық. Қазір ортасында, когда сіздер скрин жіберетін кезде, группа чатқа жазыңыздар, қай өлең айтайық деп. Our students don't work hard in her lesson дейді. То есть, Alice'тың студенттері сабақ кезінде жеткілікті түрде тырысып оқымайды деп. Менің студенттерім сияқты. Ладно, шучу. И ол айтады, блин, вот бы олар жақсы оқыса ғой деп, I wish Alice демейді ғой. I wish my students дейді. Менің студенттерім түсінсе ғой деп, My students. Так, мына жерде, мне кажется, would work деген больше келеді. Would work. Так, work hard. Потому что болашақта бұл жағдайдың өзгергенін қалап тұр ғой бұл. Болашақта олар уже кішкене қаттырақ, то есть усерднее жұмыс жасағанын қалайды. Worked hard десек, тоже болады. Жаңа осы ситуацияның басқаша болғанын қалайтын. Так что екеуде тоже келеді, Біз worked десек тоже болады. Ары қарай. It's raining hard, Tom is wet and cold. Wet это что? Это мокрый, cold это он, типа, Том қалды ғой, мокрый. Енді, Tom, I wish, жаңбыр жауып жатпаса ғой деп, It was not, немесе it weren't, It weren't, потому что were қолданамыз ғой. Raining hard. Қоямын арасында түптеп қаламын дейді. Смотрите, бізде it didn't rain hard деген Мадина, сізде it is деп тұр ғой, it is raining, то есть present continuous болып тұр ғой, и present continuous past continuous ауыстырамыз, хорошо? Сіз просто сөйлемді түсінуіңіз керексіз, и ойланып көріңіз, болашақта қалай болғанын, то есть бұл болашақтағы ситуацияның өзгергенін қалай ма деген сияқты. Немесе қазір басқаша болғанын қалай ма. Мысалы, мен коробканы қазір көтеріп келе жатырмын, но мен именно қазір оның жеңіл болғанын қалаймын. Мен ойламаймын, мен бұл коробканы кейін тағы да көтермеймін. Болашақта бұл коробка ауыр емес болса ғой деп жүрген жоқпын ғой. Но егер коробка көтеру менің жұмысым болса, онда мен болашақта оның басқаша болғанын қалаймын. То есть, смотря біз какой-то іс-әрекетті қаншалықты бәлкім жиі атқарамыз дегенге байланысты шығар. Мысалы, қарайық. Danny is smoking and Mary doesn't like it. I wish
I wish. Danny. Біз айтамыз, Danny вообще темекі тартпағанын қалайтын, иә? Ну, біз Danny weren't smoking десек болады. Немесе didn't smoke десек тоже болады, иә? Didn't smoke. Кеттік ара. Tommy was rude to his boss yesterday. Rude это грубый, да? И Томми жалеть это. И он же был вчера очень грубым. Значит, I wish I weren't rude. Дейді, иә? Ары қарай бізде кетеді My crushed his dad's car last night. Опять же бізде last night деп тұр, өткен шақ, иә? Значит, ол айтады I wish I hadn't crushed. Молодцы. Barbara can't type fast. She won't get the job. So, айтады, Барбара, короче, тез печатать ете алмайды екен, да? И ол айтады, мен тез печатать ете алсам ғой деп. I wish I could type fast. И Jack's mother shouted at him all the time. И Jack айтады. Енді қараңыздар, мына ситуацияда қандай? Қалай түсіндірсем екен? 9 бен 10-ды қарайық, иә? 9-да бізде былай болып тұр. Барбара тез печатать ете алмайды. И ол жұмысты алмайды. Оған жұмыс бермейді. И ол айтады да, типа, блин, мен қазір тез печатать ете алсам ғой деп. Мен қазір печатать ете алсам ғой дейді, да? Егер ол сол нәрсені айтса, мен қазіргі жағдайдың басқаша болғанын қалап тұрсам, онда I wish I could type fast болады. Но біз еще болашақта айта аламыз да, то есть бұл нәрсенің өзгергенін қалауы да мүмкін. Я сонда ол айтады I wish I would type fast. Бұл тоже Барбараның смотря не айтқысы келіп тұрғанына байланысты. Джектің мамасы енді оған өмірі айғайлайды, қанын ішеді, короче, я. И Джек, короче, мынандай нәрсе ғой. Көбінесе біз вудты қолданамыз, когда бір нәрсе біздің жынымызға тиеді, когда что-то нас раздражает, и болашақта оның басқаша болғанын қалаймыз. Вначале, скорее всего, Джектің енді қаны ішіліп кетті, да, и айтады. If only my mother wouldn't shout at me, я. Блин, мама маған айғайламаса ғой деген сияқты. Но қазіргі жағдайдың басқаша болғанын қаласа, ол тоже didn't деп айтса, тоже келеді екеуі. Хорошо? Smith talks too much and his wife doesn't like it. То есть, Смиттің көп сөйлейтін әйелін ұнатпайды екен. Онда не үшін үйленді деген сұрақ туындайды, иә? Сонда бізде былай болады. I wish he didn't talk too much. Аузын жапса ғой дейді ғой. Кішкене более деликатный способы, иә? Немесе болашақта оның көп сөйлегенін қаламасам, онда wouldn't. Но мына жерде, скорее всего, қазір уже қаны ішіліп тұр да, қазір басқаша болған. Lucy's car is very old, but he can't buy. Louis' car is very old, but he can't buy a new one. Сонда ол сатып ала алмайды. Но қазір сатып алатындай жағдай болса ғой десе, if only I could buy a new car деп айтады, иә? Молодцы. 13-те Mrs. Taylor stayed in the sun too long. Я, то есть, смотрите, stayed past simple болып тұр. Күннің астында көп болып қалды да, и чимкенская болып шығып қалды, иә? И айтады, Кызылординская болып. I wish I hadn't stayed in the sun too long, yeah? И Sally is sad because she is poor. О, какая жиза, да? Sally, она, короче, грустная, потому что она бедная. Умрой. И Sally айтады. If only I were not poor. Блин, мен кедей болмағанда ғой деп, иә? Немесе ол былай айтуы мүмкін. If only
I were rich. Эх, шіркін, мен бай болғанда ғой деген сияқты. Видите? Барлығы соған байланысты. И бізде 15. Jackson drank too much last night. Last night деп тұр, иә? Тоже жиза де. If only I hadn't drunk too much. Осымен примерно үй жұмысының жаттығулары бітті. Давайте біз тағы да басқа жаттығуларды қазір жараймыз. If only не обязательно. Вы можете сказать I wish, вы можете сказать if only, no problem. Yeah? Мына жерде қараңыздар. Би негізі өте оңай, но біз все равно оны жасап көрейік. Yeah? Сонда не дейді? Today off. Яғни бүгінгі күнім демалыс болса ғой дейді. Я, I wish да қосаңыз да болады, if only да қолдансаңыз болады. Бүгін тақырып өтпейміз. Бірақ өткен тақырыптардан бәлкім там артикли, some, any, бірінке бойынша сұрақтарыңыз болса, біз соларды қазір қайталап жіберсек болады, окей? Бұрынғы тақырыптарды айтсаңыздар болады. Сонда бүгінгі күннің басқаша болғанын қалайды ғой, сонда have the past simple қоймыз, had болады. Ал I wish, yesterday off деген қалай болады? Чатқа жазыңыздаршы. Екіншісін қалай жасаймыз? То есть кешегі нәрсенің басқаша болғанын қалаймыз, өтіп кеткен нәрсенің. Я, дұрыс. I wish I had. Потому что, смотрите, кейбір қалай біз had-ды қатар қоямыз деген сияқтандай. Что-то из числа невозможного болады олар үшін. Мутты қазір қайталап отырмыз ғой. И бізде мынау had бұл бізде past perfect'тің көмекші етістігі ғой. А мынау had етістігінің үшінші формасы ed. Окей? Екіншісі, қазір мен жауабын білсем ғой десе. I wish if only I knew. Ал few minutes ago, бірнеше минут бұрын мен оның жауабын білгенде ғой, да? I had known. He wishes he visit them, but he can't. То есть оларға барғанын тілейді, қалайды, бірақ барғанда барсам ғой дейді, бірақ ол барамайды. То есть ол болашақта бір нәрсенің басқаша болғанын қалайды ғой. Значит, he wishes he would visit them. Yeah? Ары қарай, в принципе, бар ұқсас. Бұл жаттығуды тастай кетейік. Сиға қарайық. Conditionals қайталайық дейсіз бе? Хорошо, қазір conditionals'ты тоже қайталап жүрейік, иә? Мынаны бітіргеннен кейін. Бізде қараңыздар. Мынандай ситуация. Қазір сіздер өздеріңіз толық үш сөйлемді чатқа жазыңыздар. The house is so old and dirty. То есть дом очень старый и грязный, как и мое сердце. She has to paint it. Анна должна его покрасить. The house doesn't have central heating. Үйдің центральное отопление жоқ. And the kitchen is small. И кухня очень маленькая. Енді қараңыздар. Анна айтады. Анна бізде жалобщик. Анна өмірмен недовольный. Мынау бізде Анна. Вот. Айтады. Блин, үй сондай ескі және кір болмағанда ғой деп, хотя она может его помыть как бы. Жоқ, бекіту мен үй жұмысын беремін, просто басқа тақырыптан. Басқа тақырып имеется в виду өткен тақырыптарды біріктіріп, осы if only және conditions бойынша тест болады, окей? Сонда қараңыздар. Ескі және грязный болмағанда ғой деп, иә? Енді қараңыздар. Ол оны бояу керек, бірақ ол бояғысы келіп тұрған жоқ. Блин, я не хочу красить деп тұр, да? Боямай қойсам ғой деп. Үйдің центральный отоплениесі жоқ. Блин, үйдің центральный отоплениесі болса ғой деп отыр, иә? И кухня кішкентай. Блин, кухня кішкентай болмағанда ғой деп. Енді қараңыздар, ол она должна покрасить стену, но она не хочет. Сіздер барлықтарыңыз I wish I would paint, то есть мен оны боясам ғой деп. А ол наоборот бояғысы келмей тұр. Ода желание жоқ. Бізде это же сожаление. Бізде енді мынау екіншісін сіздерге жасау қиындау болады шынымен, потому что has to деген бізде have to-дан шыққан. Have to-дің өткен шағы had to. Had to-дің негативі didn't have to, yeah? Мына жерде don't have to, немесе doesn't have to. Сонда she, I wish I didn't have to paint it. Блин, маған бояуға міндетті болмаса ғой дейді, да?
солай. Да, молодец. I wish I didn't have to paint it дейді. Вот. Екіншісі, блин, үйдің центральный отоплениясы болса ғой дейді, иә? То есть, if only, немесе I wish the house had, бізде doesn't have деп тұр ғой. Have деген етістік, иә? И ол қазір жоқ, и оның бұрында болғанын қалаймыз. Central heating, иә? CH дей салайын. Төрттеші, the kitchen is small. Ол не дейді? I wish the kitchen. Кухня кішкентай болмағанда ғой. The kitchen weren't small дейді, иә? Кішкентай болмағанда ғой дейді. Енді мына жерде қарайық. Kate wants things to be different in the future. Яғни Kate мына заттардың болашақта басқаша болғанын қалайды. Ол нені қалайды? Давайте соны жазайық. I want my father to give me more pocket money дейді. Папа маған көбірек карманы деньги берсе ғой дейді. I want my brothers to stop fighting. Ағаларым, інілерім төбелесуді қойса ғой дейді. I don't want my mother to make me eat vegetables. Я не хочу, чтобы моя мама заставляла меня кушать овощи. I don't want my sister to wear my clothes. Я не хочу, чтобы сестра надевала мою одежду. То есть, қараңыздар, Кейттің қазіргі өмірі қандай? Кейт байқұсқа әкесі жеткілікті карманы деньги бермейді. Кейттің бауырлары өмірі бірімен қырылысып төбелесіп жүреді. Кейттің мамасы оны вегетариан қылғам дейме, білмеймін, овощи жегізеді таңнан кешке дейін. Еще олмен қоса бүкіл отбасынан қорлық көріп жүрсе, еще сестрасы киімдерін киіп алады екен. И Кейт уже такой, как же вы меня достали дейді да, и болашақта бұл нәрсенің басқаша болғанын қалайды. Значит, Кейт айтады, I wish my father would give me more pocket money. То есть, болашақта маған көбірек ақша берсе ғой дейді. Вряд ли болады, но енді басқаша болған қалап тұр, иә? Кешегі сабақ, осы сабақ қой, получается, қазір мен түсіндіріп жатқан нәрсе ғой. Шатастыру болып кеткен сияқты ғой. Сонда именно қай жағы сізге түсініксіз болып тұр? Не үшін қолданатынымыз ба, әлде формуласы ма? Так, бізде екіншісі болады. I wish my brothers would stop fighting. Yeah? Молодцы. I don't want my mother to make me eat vegetables. I wish my mom didn't make me, past tempода қоямыз ғой, иә? Didn't make me eat vegetables. Ой, біз болашақ туралы айтатырмыз ғой, sorry. Wouldn't make me, иә? Так, wouldn't. И I wish my sister wouldn't wear my clothes. Yeah? Хорошо. Енді қарайық. Тед істеген немесе істемеген нәрсесіне өкініп жатыр. Тед жұмысын тастап кетті. Тед әйелін тыңдамады. Тед банкты тонады. Әйелін тыңдамағандармен осындай жағдай болады. Тед түрмеге кетіп қалды. Теддің андай өмірі тым экстремальный болып кетті ғой. Әйелін тыңдамай банкты тонап түрмеге кетіп қалды, иә? Енді ол істеген немесе істемеген нәрсесіне өкініп жатыр, иә? Блин, жұмыстан түрмеде қазір жатыр да. Блин, жұмыстан кетпей қою керек еді деген сияқты, иә? Ол әйелін тыңдамады. И ол не дейді? Блин, әйелін тыңдау керек еді дейді, иә? I wish I had listened to my wife. He robbed a bank. Ол банкты тонады. То есть тонамай қою керек еді, иә, сол. I wish I hadn't robbed a bank, иә. Блин, мен түрмеге жібермегенде ғой, иә. I wish I hadn't been sent to prison дейді, иә. Вот, мен жібермегенде ғой түрмеге дейді.
Мына жерде қараңыздар. Істеген немесе істемеген нәрсе тоже. Бізде біріншісі не дейді? John drove his car so fast that he had an accident. То есть Джон машинасын соншалықты тез айдады, что аварияға түсіп қалды. И Джон больницада екі қол аяғы сынып жатыр да такой. I wish I hadn't driven my car so fast. Я блин, машинаны өйтіп қатты айдамай қою керек. I wouldn't have an accident. Аварияға түспейтін едім дейді. Сонда ол машинаны қатты айдағанына өкініп жатыр. And then Joey was late and she missed the beginning of the film. Joey кешігіп қалды да, фильмнің басын жіберіп алды. Я? Сонда не дейді? Мен банк болмағанымда ғой болып қалады, Гүлназым дей ма? Әйел айтайын деген тет мен баймын, негізі просто сені проверкадан өткіздім деп. Окей. Joey кешігіп қалды, сол үшін ол фильмнің бас жағын жіберіп алды. Бүкіл қызықпасын болды. Еу айтады, блин, вот кешікпегенде ғой дейді, я. I wish. Оны was late, яғни ол бұрын кешікті ғой, значит, past perfect қолданамыз, я. I hadn't been late. Кешікпей қою керек еді дейді, я. I wouldn't have missed. Мына нәрсе бізге не? Continuousқа ұқсайды ғой, байқарсыңдар, иә? If I hadn't been late, I wouldn't have missed the beginning. То есть, егер мен кешікпегенде, мен бас жағын жібере алмайтын едім. Jake ate too much and he was sick. Джейк, короче, лағманханаға барады да, 5 порция лағман жейді да, потом үйге барып, короче, туалеттен шықпай, қиналып, ауырып, блин, сонша көп жемей қою керек еді дейді да. I wish жемей, то есть ол жегеніне өкінеді да, блин, жемей қойғанда ғой деп, иә. I hadn't eaten дейді, иә. I wouldn't have been so sick дейді, молодцы. Clary was very nervous during her driving test and she didn't pass дейді. Carrie, короче, праваға тапсырып жатыр, өте андай қобалжып кетті да, и тапсырамай қалды, иә. И айтады, блин, соншалықты қобалжымай қою керек еді. Не дейді сонда? I wish I hadn't been nervous, иә. Неге been? Потому что бізде was деп тұр ғой, иә. Was о am, там am is are, осы шақта was were, өткен шақта, ал perfect та, так, perfect, present perfect та, ол бізде have, немесе has been, ал past perfect та, past perfect, ол қандай болады? Perfect, had been, дұрыс па? Вот. Значит, hadn't been nervous. Susan didn't take off her gold ring when she went swimming and she lost it in the sea. Ой, бұл Сьюзан, короче, шомылуға барғанда алтын сақинасын шешпегенде, и сөйтіп оны теңізде жоғалтып алды. И ол айтады, блин, шешпеу керек еді сақинаны дей ма, или шешу керек еді дей ма? Әрине ол айтады, сақинаны шешу керек еді, иә? То есть, I wish I had taken off the ring, иә, қысқаша жасайық. Мына кітап бойынша, мне кажется, жаттығу орындап біттік, потому что уже оңай. Біз қазір басқа да жаттығу орындаймыз, потом мына жерде жаттығу орындаймыз. Қазір давайте біз бір өлең айтайық, иә, кішкене сергіп. Қандай өлең айтайық? Плюс еще скриншотты осы моментте қазір кураторыңызға жіберіп тастаңыздар. Сабақта отырмын, отырған жоқпын деген скриншоттарыңызды. Біз бүгін қандай өлең айтқанды қалайсыздар? Опа. Ағылшынша, әрине ағылшынша. Мен арша тұтынып отырғызып қоймаймын ғой сіздерге. Так. Motivation өлең. Ой, қазір сіздер білмейтін өлеңді тыңдатайын ба онда сіздерге? Так, hi. Oops. Panic at the Disco. Lyrics. Давайте бай. Сначала мен сіздерге переводтарын қосайын. Hi, oops. Panic at the Disco. Перевод.
Переводын сіздер скриншоттап аласыздар ма или не істесе болады екен? Міне. То есть, давайте біз бір оқып алайық, иә, потом уже, смотрите, өте негізі күшті нәрсе да бұл сөздерді жаттағанға. Давайте біз қазір переводын оқып алайық, а потом уже тыңдаймыз, иә? То есть, айтады, мне нужно было возлагать большие надежды, чтобы заработать на жизнь, ставить перед собой высокие цели, когда я не мог добиться известности. У меня не было ни копейки, но у меня всегда была мечта. У меня всегда были большие надежды. Мне нужно было возлагать большие надежды. Я не знал, как этого добиться, но я всегда чувствовал, что стану уникальным. У меня были большие надежды. Мама говорила, исполни пророчество, стань чем-то большим, be something greater, go make a legacy, давай оставь после себя след. Manifest destiny, воплоти, что предначертано. Destiny деген это судьба, yeah? Back in the days, в то время, back in the days, yeah? We wanted everything. Нам нужно было все. И мама говорила, сожги свое прошлое, burn your biographies, rewrite your history, перепиши свою историю, light up your wildest dreams, yeah? Воплоти в жизнь, light up. Wild деген это дикий деген береді, yeah? То есть свои дичайшие, безумные мечты. Musing victories, every триумфальные победы помнит каждый день, дейді. И мы нуждались во всем, дейді. Вот, мама говорила, не сдавайся, все немного сложно для понимания, все взаимосвязано, любви не осталось, и мне тяжело смотреть, как ты ждешь, дейді. Жаңағы қайырмасы. Мама говорила, чудакам нелегко, странные бунтари не всегда являются болтунами. The weird and the novelties, ненормальные и необычные. Weird — это странный деген, yeah? Don't ever change, никогда не меняйся. Он было все, yeah? Не останавливайся на подъеме. Stay on that rise, stay up on that rise and never come down. Продолжай подниматься, ешқашан не отступай, дейді. Хорошо. Не сдавайся и так далее. Примерно біз несін түсіндік, yeah? А давайте енді өлеңін тыңдайық. Destiny. Back in the days we wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have stranger possessed. They never wanna be the winning the novelties that don't ever change. We wanted everything. Stay up on that rise, never come down. Oh, stay up on that rise, never come down. Mama said, don't give up. Хорошо, на иллюстратор давайте услышим и потом дальше чем языки. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright,
so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used all on another love, another love. All my tears have been used all. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken so many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude, but they always win, but I know I lose. And I sing a song that'd be just ours, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Хорошо, подепрессовали и хватит. Ары қарай жылжиық, иә? Так, мына жерде менде бір мындай жаттығу бар, біз осыны орындасақ, потом conditionals'ты бір қайталап жіберсек болады, иә? Иә, Үмітжан дейді. Үмітжан деген мен ғой, мұғалім. Окей. Окей, good. Барс Агырке, дорогой дневник деп атқан шығар. Мне не передать, тем более унижение. Қазір Агырке сабақ бітеді, ужин ішеді, төсегіне жатады да ұйықтайын деп атқан кезде Агырке айтады: I wish I hadn't wrote. Yeah, Үмітжан. Иә, ұялады. Иә, Үмітжан, жазбай қою керек. Нем бар еді сол енді, өмірі чатта жазбаймын деп. Иә, сөйтіп айтады ғой. Вот. Кеттік, ары қарай. Так. Joe has got very bad sunburn. То есть Joe кәдімгі күйіп қалды, иә? И yesterday he stayed in the sun for long, yeah? То есть ол қазір күйіп қалды, потому что кеше ол күннің астына көп жатып қойды. Сонда айтады: I wish I hadn't stayed in the sun for too long, деп айтады, yeah? He's got an awful stomachache. Yesterday he ate a lot.
Stomachache это асқазан ауруы, иә, оны кәдімгі страшно ауырып жатыр асқазан, мезем де көмектеспей жатыр. Yesterday he ate a lot. Yesterday деп тұр, то есть кеше ол көп жеп қойды, иә. He wishes, то есть блин, кеше көп жемей қою керек еді, иә. He hadn't eaten a lot. Так, мына жерде бәрі yesterday деп тұр ғой, иә. Давайте мынаны орындап көрейік, иә. I'm so shy, I wish. Мен өте қатты ұялшақпын. Блин, ұялшақ болмағандамын ғой, иә. I wish, не дейді? I weren't so shy. Okay? I don't know what to say to people. То есть мен адамдарға не айтарымды білмеймін. Айтатын нәрсем болса ғой, блин. I wish I knew what to say. Yeah? Вот так. I find it so difficult to make friends. I wish I didn't find it. Нет, давайте былай. Просто маған достасу өте оңай болса ғой деген сияқты. Мы можем вот так сделать. I wish I could easily make friends десек болады. Make friends. Келесі мына нәрсеге қараңыздаршы. Complaints дейді. Complain это жалобы, иә? По сути, вудты қолданатын нәрселер это жалобщиктер. То есть олар шүкіршілік танытпайды, қанағаттандырылмаған и болашақта басқа әр нәрсенің өзгеруін. Ну, как жаңағыдай өлең ауыстырайық деген сияқты бар, иә? Вечно недовольный. Сонымен wouldn't. Zookeeper дейді, то есть зоопаркта істейтін адам, иә, айтады. I wish people адамдар жануарларға тамақ берсе ғой дейді, или бермесе ғой дейді. Мына жерде болымсыз екенін көрсетілмеген, значит, скорее всего, негізі зоопаркта жануарларға тамақ беруге болмайды, иә? И айтады, блин, тамақ бермесе ғой дейді. Сонда не дейді? People wouldn't, сразу жауабын жазсаң, иә? Wouldn't feed. Вот. Келесі. Жақсы сұрақ. Didn't, haven't, weren't қайдан қарап қоясыз дейді. Динара, қараңыз. Мен оны өшірейін. Бізде өзі сабжантивта қоя алатын шақ нәрсеміз бар, иә? Өте ұқыпты тыңдаңыз. Ол бізде past simple. Past simple'дың ішінде жаңағы was, were, didn't, не бар тағыдай. Етістіктің екінші формасы, иди. Осының барлығы past simple'ды. Хорошо? Потом B варианты. Toxic болмаймыз. B варианты past perfect. Yeah? Past perfect. Бұл жерде бізде had been, немесе hadn't been, yeah? Және де had етістіктің үшінші формасы иди. Yeah? Немесе hadn't. Және де үшіншісі бізде would және етістіктің бірінші формасы. Енді қараңыз, біз бұны қайсысын қоятынымызды сөйлемге қарап анықтаймыз. Енді мына сөйлем қазір уже қиын болып кетеді, басынан лучше жоғарыдағылардан түсіндірейін. Смотрите, егер біз қазіргі жағдайдың басқаша болғанын қаласақ, біз past simple қолданамыз, Динара. Егер біз өткен бұрынғы шақтың басқаша болғанын қаласақ, біз past perfect қолданамыз. Ал бір нәрсенің болашақта басқаша болғанын қаласақ, жауапшық болса, онда would қолданамыз. Мысалы, мына жерде қараңыз. Үшінші сөйлемде не дейді? Lewis hurt his leg in a car crash yesterday. He didn't drive carefully. То есть yesterday he didn't drive, hurt his leg. Бұның барлығы не болып тұр? Бұның барлығы past simple'да жазылып тұр ғой. А значит, бұл іс-әрекеттің бәрі болып қойды ғой, дұрыс па? Раз уж бұл іс-әрекеттің бәрі болып қойды, біз сол бітіп кеткен болып қойған нәрсеге өкініп отырмыз. Енді қараймыз, болып кеткен нәрсеге өкінгенде біз нені қолданамыз? Past perfect'ті қолданамыз. Сонда мен аламын да, мына жерге past perfect'ін сөйлем қоямын. I wish, так, ол өте, қараңыз, енді мына жерде осторожно айдамады, и ол осторожно айдамағанына өкініп тұр да. Надо было осторожно айдауға дейді. Сонда айтады, I wish I
had, біз потом уже past perfect қоямыз, иә. Drive-тың үшінші формасы driven, carefully. Надо было водить осторожно депті. Екінші ситуация мына жерге қарайық. My ears are so big. Мен қалқан құлақпын, иә, менің құлағым сондай үлкен деп тұр. Ол қазір, то есть сіз айтамайсыз ғой, менің құлағым кеше үлкен болды, бүгін менің құлағым кішкентай деген нәрсе, иә. Яғни, мен қазіргі менің жағдайым, что мен қалқан құлақпын. И мен құлағымның кішкентай болғанын қалаймын. Или құлағымның бұндай үлкен болғанын қаламаймын деймін. Сонда мен айтамын. I wish my ears. Енді қазіргі нәрсеге көңіліміз толмаса, біз past simple қолданамыз, дұрыс па? My ears weren't so big. То есть, құлағым сондай үлкен болмаса ғой. Неге weren't? Себебі міне to be тұр ғой, are. И біз бұл present simple'дағы сөйлейміз. Біз алдықта оны past simple'ға ауыстырдық. Или былай түсінсек болды. Past simple'ды past perfect'ке ауыстырамыз, present simple'ды past simple'ға. Хорошо? Кеттік ары қарай. Енді болашақта бір нәрсенің басқаша болғанын қалаймыз. Міне, адамдар келеді, зоопаркта жануарларға тамақ береді. Хотя жануарларға тамақ беруге болмайды. И жаңағы зоопарктың сотруднигі айтады, пожалуйста, тамақ бермеңдерші жануарларға. Яғни болашақта адамдардың жануарларға тамақ бергенін қаламайды. Сонда айтады, I wish people. Болашақта басқаша болған қалсақ, would-ты қолданамыз. Would. Енді болашақта тамақ бергенін қалаймын ба, или бермегенін қалаймын ба? Мен болашақта бермегенін қалаймын ғой. Значит, wouldn't feed the animals. Наған қарай. I wish my students do their homework on time. Яғни, оқушыларым үй жұмысын уақытылы жасаса ғой дейді. Яғни, оқушылар өмірі кешіктіреді, апай, келесі сабақта келем, анау дейді. Ол айтады, қашан осылар уақытылы үй жұмысын орындайды екен дейді. Сонда, қашан уақытылы үй жұмысын орындайтын болсам екен дейді. Сол кезде ол айтады, I wish my students would do their homework on time. Вот видите, болашақта уақытылы орындағанын қалаймын. Орындамағанын қаламаймын ғой. Вот. Келесі. If only guests clean the bath after they've used it. Адамдар жаңағы ваннаны, деп айта салайық, ваннаны қолданғаннан кейін арттарынан жуып кетсе ғой деп отыр, адамдар ваннаны қолданғаннан кейін жумай қойсыншы. Мен сондай жақсы көремін, андай кір ванна біреуден қалған кір ваннаға шомылғанда деп айтпайды ғой. Яғни ол ваннаны жуып кеткенін қалап тұр. Значит, would clean болады. Дұрыс па? Парк-кипер дейді, яғни паркта жұмыс жасайтын адам, адамдар гүлдерді жұлса ғой, мен сол үшін егем ғой ол гүлдерді, адамдар жұлып мусорға тастай салсын деп айтпайды ғой. Ол адамдар жұлмағанын қалайды. Значит, wouldn't pick. Видите, бұл жерде барлығы сіздің не айтқыңыз кеп тұр, және не нәрсеге нұсқап тұрсыз, соған байланысты, сіздің ниетіңізге байланысты. Біз білуіміз керекпіз, что біз бір нәрсенің басқаша болғанын қалаймыз ғой. Қазіргі кездің басқаша болғанын қаласақ, өткен шақтың басқаша болғанын қаласақ, немесе бір нәрсенің болашақта басқаша болғанын қаласақ. Коротко, ясно. Осындай нәрсе. Окей? Жаңа біреу conditionals'ты бір қайталап жібересіз бе деп еді, ол адам әлі бар ма мұнда? Conditionals'ты қайталап жіберейін бе, әлде мына жақтағылардың барлығы түсінеді ма? Егер қайталамай қой десеңіздер, плюс қайтала десеңіздер, тағы да бір түсіндір жер деп бірден кетіп жазып жіберіңіздер чатқа. Біз әлі уақыт бар екен. Ұялмаңыздар, егер қайталау керек болса, бір жерін түсінбей тұрсаңыздар. Қай жерін түсінбей тұрсыздар, соны жазыңыздар. Қараңыз, conditionals'та бұның барлығы тоже жағдайға байланысты ғой. 0, 1, 2, 3, То есть, сөйлемнің екі бөлігі де
екі бөлігі де по-любому болады. Ну, смотрите, форма қандай? Так, if present simple плюс present simple. If present simple плюс future simple. If past simple плюс would плюс етістіктің бірінші формасы. If past кейін өтеміз perfect плюс would have и етістіктің үшінші формасы ed. Бұл жерде қараңыз, егер екі нәрседе 100% болса, онда біз zero conditional қолданамыз. Яғни сөйлемнің екі жағында біз просто present simple'да қоямыз. If you cry, сен жыласаң, көзің қызыл болады, я? Your eyes become red. Бұл 100%. То есть жыласаң, ол по-любому көз қызарады, я? You cry, your eyes become, бұл present simple болып тұр. Яғни 100%-лік нәрсе. Мына жерде if you tell her, she will cry. Егер сен оған айтсаң, ол жылап қалады. То есть мына жерде условие қойып тұр, да? Мына жерде if you tell present simple will cry. Бұл жерде future simple болып тұр. Енді сабақта біз modal verbs дейміз. Барлығыңыз қатысыңыздар, хорошо, потому что modal verbs өте ауқымды тақырып. Бұл жерде 50-50 деген нәрсе. То есть оның жылау-жыламауы 50-50. Смотря сен айту-айтпауына байланысты. Айтсаң жылайды, айтпасаң жыламайды деген сияқты нәрсе. Мынау бізде арман немесе 0% еді, иә? If I had money, егер менде ақша болса, мен путешествовать ететін едім. Но менде ақша жоқ. I would travel. Формулаға келіп тұр ма? Had money past simple, would, және етістіктің бірінші формасы travel, иә? Мына жерде, помните, Димаш әділет, өкіну деген нәрсе, иә? Жаңағы subjunctive mode'тың үшіншісіне ұқсайды. Мысалы, if I hadn't sold my car, егер мен машинамды сатып жүрмегенде, I would have driven it to, допустим, to Талдықорған, иә? Мен егер машинамды сатып жүрмегенде, мен оны Талдықорғанға айдап алып баратын едім. То есть бұл жерде даже если сіздерге смыслын түсіну қиын болса, сіздер хотя бы формуланы жаттап алуыңыз керексіздер ғой. Тупо формула. Zero conditional present simple, first conditional present simple, future simple, second conditional past simple, would етістіктің бірінші формасы, third conditional past perfect, would have етістіктің үшінші формасы. И все, тек қана осылай болады. Енді оқушылар, келесі сабақта біз не бойынша жұмыс жасаймыз? Modal verbs бойынша. Сол үшін сабақтан қалмаңыздар. Хорошо? Бүгін өте аз адам қатысып отыр. Келесі бізде пятницада болады, иә? Пятница күні сабақтан қалмаңыздар ешқайсыларыңыз. Сол. Modal verbs өте ауқымды тақырып, өте көп нәрсе өтеміз ол жерде. Біз modals of deduction өтеміз. Сол үшін сол. Барлығына пока. Бүгін біз subjunctive mode'ды аяқтадық. Тағы да сұрақтар болса, пожалуйста, қойыңыздар. Subjunctive'ді түсінуге тырысыңыздар. Тағы да YouTube'дан видеолар қараңыздар и так далее. Всем пока.